Саламатсыздар ма, оқушылар мен әріптестер? Бүгін біз президенттік олимпиаданың облыстық кезеңінің екінші есебін шығаратын боламыз, иә? Төртінші есебін өзі мен шығардым, каналға салып қойдым. Қарап, тіркеліп қарап алуға болады. Және лайк, комментарий жазамыз, иә? Бұл жерде біз электр процестеріне және КПД-ға есеп шығарамыз, иә? Пәкке. Енді есепті оқып алайық. Бізде 2 литр сыйымдылығы 2 литр болатын жабық ыдыста мынамен эксперимент жасайды. Жабық ыдыс дегенді уже есте сақтап қою керек, иә? Жабық ыдыс дегеніміз көлемі сақталады, изохорлық процесс болып табылады, иә? Көлемі сақталады. В константа. Сразу осындай заттар жазып қоюларымыз керек, иә? Естеріне сақтап қойып. Ауа қапшықтарда орналасқан ауаны қыздыру үшін пәкі 50%. Пәкін біз 50%-ді 0,5 деп жазып қоямыз болады. 2 ампер ток және кернеу берілген, 10 вольт ыдыстағы қысым берілген, және де С тығыздық берілген, атмосфералық қысым берілген. Қапшығында температура 0 градус Цельсий.